деймін да. Осы үйде әйтеуір бір Гүлжан деген служанка бар ғой. Ана кір өзімен өз жуылып жатыр, лақтырып тастайды. Дайын. Сонда ойланбайсыңдар ма деймін да, мына таза киім қаяқтан келіп жатыр, мен кеше кірге тастадым ғой. Бір ит тазалап қойып жатыр, ол сол кім екен өзі? Әйтеуір осы жерде біреу жүретін еді, сипаң-сипаң етіп, сол істеді ма? Ана тамақ деген келіп жатыр, өзімен өзі жасалып дастархан қойылып жатыр, жеп жатыр, бірақ соңынан жинап, мама мен ананы істеп қояйын, маманы нан дайындап қояйын, мына жерлер жуып ала салайын. Ондай жоқ қой, онда бір ит бар, оны тазалап жуып алатын. Бір шеше боп мен не істеп атсың, мамам нан істей қояйын, арттарынан жинайын, анауда ойбай мынау мен қатыным ғой, бір жаққа бармайсың ба, шаршап өлейін деп жүрсің ғой, дем алмайсың ба, бір жерге барғың келе ма, киім керек па, басқа керек па, деп айтпайды ғой бір. Сендерге айтып жатырмын мен. Әңгіме айтып жатырмын мен, тыңдап жатсыңдар ма мені? Не дейсің, мам? Не айтып жатсың? Малика, әшейінде осы әкеңнің любимчигісің ғой, бар сұра. Жұрттар осы тау мен тас, көл, көсір, барлық жерде демалып жатыр ғой. Таста демалған жоқпыз ғой, есіктің алдына шығып майопка жасаған жоқпыз. Бар әкеңнен сұра, айт, папа де, біз сыртқа шығып, семейный болып қыдырайық та, ең болмаса, сіз бармасаңызды, мама үшеуміз барып келейік деп барып сұран, бар, айт. Бір жерге барайық де. Жоқ, таң қалам осы бар ғой, біреудің үйіне барсаң, мамалары мен бала шағалары бір-бірімен етене, мамамен бүйтіп жатырмын, наны сөйтіп жатырмын, былай істесек қалай болады, үйтсек. Сендер осы мен бар екен білесіңдер ма үйде? Әңгіме айтпайсыңдар ғой мен. Мен де осы үйдің адам шығар, мен де біреумен сөйлесіңдер, ана әкелерің жатыр ана жерде мелшейіп табақтай болып. Ана Зүлпан уже мен надоел уже бар ғой, әңгімелерінен жүрегім айнайды. Бітпейді, ана жырын айтады, уже жаттап алдым мен өсектерін. Болып, мам, деске әңгіме етейік та екеуміз, мен бір жақсы анекдот айтып берейін де сізге. Қойшы анекдотың керек емес айналайын. Жоқ, тыңдасаңызшы. Қызылордада бар ғой, ана иттердің қуығы жарылып өліп қалады екен ғой, мам. Не ақ? Тал жоқ қоқта. Сол күлкілі ма енді сол, Қызылорданы мазақ қып, ба? Мама, сосын сіз ана ыстық шай көп іше бермеңіз, өп ма? Не ал дейді, денсаулыққа зиян ба екен? Жоқ, қуығыңыз жарылса аяғыңыз күйіп қалмай ма? Сен анекдоттарың бәрі қуықпен байланысты ма? Қуық зерттеп жатырмын да просто. Мама, папа бізге дайындалыңдар, кетесіңдер деді. Бізге путевка алып қойыпты ғой, папа. Қазақстанда шетелден өтіп кеткен жер бар дейді ғой. Қай жер?